Соңғы қоңырау салтанатын Назарбаев зияткерлік мектебі де ерекше атап өтті. Салтанатты шараға жиналғандардың қарасы қалың. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары биылғы жылы биік белестерді бағындырды. Себебі жастар жылында республика бойынша олимпиадалық рейтингте үздік төрттіктің қатарына енген. Ал ғылыми жобалар бойынша әріптестеріне дес бермей келеді. Бұл мектеп ұжымының бір жылғы еңбегінің жемісі. Оқу жылы өте табысты деп айтсам болады, өйткені біздің оқушылар Қазақстан бойынша олимпиададан үздік 4 кеңді, 5 алтын, 5 күміс, 5 қола медаль алдық. Және проекттер келетін болсақ, Ресейде өткен Вернадский деген конкурс бар, сонан 15 оқушымыз бар, 14-і бірінші орын, біреу гран-приді жеңіп келді. Соңғы қоңырау мерекесі тек қана оқушылардың кеші емес. Сонымен қатар ата-аналар да қос өкпесін қолына алып, гүл шоқтарын құшақтай жеткен. Мектеп сенсің адалдықты үйреткен, мектеп сенсің жамандықты үйреткен, мектеп сенсің жақсылықты ұраңғып, мектеп сенсің мені жұртқа сыйл еткен дегендей. Бүгінгі күні балаларымыз үлкен өмірді бастағалы отыр. Балаларымызға өмірлерінде тек қана ақ жол тілеймін. Ал түлектердің қуанышы мүлдем ерекше. Себебі мектеп бітіріп жатқан 118 оқушының ішіндегі 28 түлектің барар жері белгілі. Олар алыс жақын шетелдегі үздік университеттерге грант жеңіп алған. На данный момент я безмерно счастлива. Қазіргі уақытта менің қуанышымда шек жоқ. 12 жылдық мектепті үздік аяқтадым. Бүгінгі күн менің жадымда мәңгі сақталады. Енді алға қойған мақсаттарға қадам басатын боламын. В будущем я планирую поступить. Биыл Назарбаев зияткерлік мектебі 4-ші рет түлек ұшырып отыр. Мұнда 634 бала 7-ші сыныптан кейін оқуға түсіп, жаратылыстану математикалық, химия, биология бағытында білім алады. Балалық шақтың бекетін қалдырдым өмір жолында, арман көп оған жететін билет жоқ әттен қолымда. Биылғы жылғы жас түлектер де алтын ұя мектептермен қоштасып жатыр. Кіршіксіз көңілдерінде қимастық сөзімі торлап тұрғандығы белгілі. Осынау керемет кештің куәсі бола тұра, біз де оларға іштей ақ тілек арнадық. Енді оларды өмірдің жауапкершілігі мол тағы бір бересі құшақ жая қарсы алатын болады. Сапарларың сәтті болсын, ұлан елдің ұранды ұрпақтары. Зұлқарнай Ермұратұлы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.